Осы кітапты оқып біткеннен кейін біз махаббат жайлы толық түсінбейміз ба деген ойға қалдым. Біз оқыған көп кітаптарда, киноларда шығатын махаббат жазушының фантазиясымен әсерленген махаббаттың басқа кезеңі ғана. Бір-біріне ғашық болу, алғашқы кездесу, бірін-бірі қызғану, сағыну. Бұның барлығы біз білетін махаббаттың алғашқы тәтті кезеңі. Көп шығармаларда осы кезеңдер жайлы айтылып біткесін, қос ғашықтың біреуі өмірден өтеді, немесе өз сүймейтін біреумен кетеді. Егерде Ромео Джульетта, махаббат қызық мол жылдар сынды танымал шығармалардың кейіпкерлері үйленіп, балалы болып, 10 жыл, 20 жыл, 50 жыл бірге өмір сүрген болса, сол уақыттарда олардың арасында не болар еді? Олардың қалған өмірі ертеңнің соңында шығатындай баянды, бақытты ғұмыр кешті деген сөздей бола ала ма? Бұл жол сіздерге махаббат жайлы тәтті сезім әрі ащы шындық жазылған кітап жайлы айтып беремін. Алан де Баттон, махаббат курсы. Жалпылай мазмұнда басты кейіпкер Рабих және Кристин есімді жұптың 16 жыл бірге болғандағы оқиғалары баяндалады. Басқа кейіпкер Рабих қарапайым ауылдан көшіп келген архитектор жігіт. Ал Кристин болса шотландалық, өзінің шағын компаниясы бар бизнес woman. Екеуі жұмыс бабымен танысып, көп ұзамай бірін-бірі ұнатып, арасында махаббат пайда болады. Кристин байыпты, өз ісіне тұрақты біреу болса, Рабих еркіндікті ұнататын, өзіне сәл сенімсіз жігіт. Қос ғашықтың бір-біріне бауыр басуына ештеңе кедергі болған жоқ. Екі кейіпкердің де балалық шағында көңіліне сызат болған жайттар бар. Кристиннің өмір жасында әкесі ештеңе айтпастан кешір деген жалғыз сөз жазылған қағазды ұстап, өмірінен ғайып болады. Ал Рабихтың анасы 12 жасында қатерлі ісіктен қайтыс болып еді. Анасы қайтыс болғаннан кейін әкесі 900-да ағылшын әйеліне үйленеді. Бұны естіген Кристин өзінің жан сырымен бөліскен Рабихты жұбатып, оған қамқор болғысы келеді. Иә, махаббат негізі дәл осылай басталады. Біздің жан дүниеміздегі кез келген адамға айта бермейтін сырды біреумен бөлісу, ол біздің сол адамға сеніп, сол жанның махаббат мейірімінің қажет екенін білдіреді. Ал сол жанның ішкі дүниемізді түсінгені бұл нағыз махаббаттың шоқтығы болса керек. Танысып 2 жыл өткесін Рабих Кристинге үйленуге ұсыныс жасап, қос ғашық өмір бойы бір-бірін сүюге уәде береді. Үйлену туралы автор былай жазады. Өзіңді де, жарыңды да толық танымастан, болашақта не боларын анық білместен, тек сезім және сенімге сүйеніп жасалатын таңдау. Нағыз лотерея сияқты. Қос ғашықтар үйленгесін 52 апта бойы бірге болады. Бастапқыда барлығы жақсы сезілгенмен, екі бөлек ортада өскен екі бөлек адамның бір үйде бірге өмір сүруі оңай емес екенін түсінікті. Біреу таңертең ерте тұрғанды жақсы көрсе, бірі түске дейін ұйықтағысы келеді. Бірі қонақ шақыранды жақсы көрсе, екіншісі ұнатпайды. Бірі сабырлы болса, екіншісі ұшқалақ. Кейде ұрсысады, кейде күрсініп үнсіз қалады. Бір күні Кристин үйленгелі достарымен кезік бетімде ренжи бастағасын, Рабих сүйіктісінің қалауымен Кристиннің бірге оқыған достарымен кездесуге барады. Отырыс үстінде Муррей есімді қабағынан қар жауған бір жігіт Рабихтың не жұмыс істейтінін сұрап бастайды. Рабих қобалжып, әзірге жұмыссызбын деп жауап береді. Кристин Рабихтың ыңғайсыз отырғанын сезіп, менің сүйіктім негізі архитектор, қазір дағдарыс болғандықтан уақытша жұмыссыз, жақсы күндер болғанда жақсы жұмыстар табылады дегенге сенемін деп жауап береді. Қабағынан қар жауған Муррей күн батқанда жоқ болып, күн шыққанда шығып келеді деш деп өзінің орынсыз қалжыңына қарқылдап күледі. Рабих үстел үстінде ашуын әзер ұстап отырады. Бірақ оның ашуланған себебі Муррейдің орынсыз қалжың емес,
жақсы нәрсе естігенде қосылып күліп отырған сүйіктісінің қылығы болады. Үйге қайтар жолда Рабих ауыз ашпайды. Саған не болды деген Кристиннің сұрағына ештеңеге де жауап болмайтын, ештеңе деген сөзбен жауап қайтарады. Үйге келіп Кристин не болғаны жайлы сөйлесуге тырысса да, Рабих мені жалғыз қалдыр деп ашуланып сөйлескісі келмейді. Кристин Рабихқа не болғанын түсінбедім деп айтса да, шын мәнінде сүйіктісінің неге ашуланғанын іштей сезген еді. Егер бұл жағдайда сіз болсаңыз не істер едіңіз? Біз өзге біреудің ашулануына себепші екенімізді сезсек, ең алдымен сабыр сақтап, ашудың ең арғы себебін білуге тырысуымыз қажет. Барлық ересек адамдың жан дүниесінде кішкентай бала жасырынып жататынын ескеруіміз қажет. Маған мейірімділікпен қара, жылы сөзбен менің ашуымды басып, мені түсінде еркелейтін кішкентай бала. Қыздар ғана емес, ер азаматтарға да махаббат, қамқорлық аса қажет. Бастымыздан нұр сездісек, немесе бір танысымыз біз жайлы қауесет айтса, оларға ренжіп өкпелемейміз. Себебі оларға өкпелегенмен олар бізді жұбатуға тым тырыспайтынын білеміз. Барлық ашуыза, өкпе ренішті өзімізді ең жақсы көретін сүйіктімізге, ата-анамызға шығарамыз. Бұнымыз өте әділетсіз. Бірақ біздің бұл қылығымызда маған сенің махаббатың керек деген жасырын мағына бар. Егер жігітіңіз дүздегі ашуын сізден алып жатқандай сезілсе, бұның түпкі мағынасында сіз оның ең жақын адамысыз және сіздің махаббатыңыз ол үшін маңызды екенін білдіреді. Ал егер сүйіктіңіз әртүрлі қылықтар шығарып, еркелеп бастаса, естеріңізде болсын жігіттер. Ол жан тек сіз болғандықтан өзін осылай еркін ұстай алады. Сіз әлдеқашан ол жанның ата-анасы сияқты жақын адамына айналғансыз. Рабих Кристин екеуі кей кездері өздерінің бұрынын атқан немесе жүрген қыз жігіттер жайлы айтатын. Бірде Рабих таныс таяшық жайлы айтып бастайды. Бірнеше жылдың алдында ғана кішкентай еді, қазір өте сұлу бой жеткен болыпты деп сөзін жалғастырады. Рабих әңгімесін жақтырмай үнсіз тыңдап отырған Кристиннен бәрі дұрыс па деп сұрайды. Кристин, білмеймін, маған ұнамай тұр деп жауап береді. Рабих жарайды, маңызды емес, ұмытайық деп жылы жабуға тырысса да, екеуінің қарым-қатынасында сызат пайда болады. Рабих бұл сызатты өшіргісі келсе де, қолынан келетін ештеңе ойлап таппайды. Рабих негізі қоғамдағы қарым-қатынаста да Кристинге де нашар партнер. Себебі өзінің кейбір жеткізу керек ойларын ішінде бүгіп қалатын әдеті бар. Бұл әдеті Рабихтың отбасылық тәрбиесімен тікелей байланысты. Оның әкесі сыртына ештеңе білдірмейтін, отбасының барлық жауапкершілігін үнсіз арқалаған момын адам болатын. Әкесіне қарап өскен Рабих жақсы жігіт деген біреуге мәселесін айтып бөліскеннің орнына өз мәселесін өзі шешіп, отбасын алаңдатпау керек екен деген теріс ұғымды қалыптастырған еді. Бірақ шын мәнінде жақсы жолдас ешқашан өзінің ішіндегі ойды, өзінің бойындағы мінді басқалардан жасырмайды. Олар өзін өзі өз қалпында қабылдай алатындықтан біреуден бойы қысқа, біреуден сәл семіз, тағы біреуден білім деңгейінің төмен болған үшін ұялып, ыңғайсызданбайды. Себебі бұл дүниеде мінсіз адам жоқ екенін бәрінен жақсы біледі. Бұны білу арқылы өзгелермен қатынасқанда өздеріне сенімді, әр ойын ашық айтып білдіре алатын болады. Біздің біреуге кемшілігімізді көрсеткіміз келмейтін басқа себеп өзгелердің ойынан қорқу. Бірақ барлық адам сондай болуға тиісті деген стандарт әлемде жоқ. Әркім өз болмысымен, өз қалауымен өмір сүруге құқығы бар. Сондықтан басқаша ойлайтыныңыз үшін, біреулерден өзгеше болғаныңыз үшін ыңғайсызданудың қажеті жоқ. Егер де бұны тыңдап отырған бас-бос қыз жігіттер болса, болашақта кездесетін адамыңыздан нені жақсы жасай аласың емес, нені жасай алмайсың деп сұраңыз. Бойыңда қандай жақсы қасиет бар дегеннің орнына,
сенде қандай әлсіз тұсың бар деп сұраңыз. Және өзінің міні жайлы қаншалықты шынайы айтып отырғанына назар аударыңыз. Себебі өзінің мінін толық қабылдап түсіне алмаған адам болашақта сіздің мініңізді қабылдай алмайды. Рафих пен Кристин балалы болып, біраз жылдарды бірге өткереді. Жұмыс бабымен бір-бірінен алшақта өмір сүруге де тура келеді. Кітаптың жалғасында бір-бірінен жалығу, отбасыдан тыс қарым-қатынас сияқты қоғамда көптеп болса да айтылмай қалатын оқиғалар бар. Егер сұраныс болса, кітаптың жалғасын 2-ші бөлім қылып дайындап қоюды жөн көрдім. Егер сіз сүйген адамыңызды кездестіріп, бірге болуға бел болсаңыз, бұл бейнежазбада айтылған кеңесті сол адаммен бөлісіңіз. Махаббатыңыздың берік болуына септігі тиеді деген ойдамын. Бұл кітаптың маған тағы орнаған бөлігі сүйікті болу мен сүйе білу жайлы. Көп адамдар біреудің сүйіктісі болу жайлы ғана ойлап, өзі біреуді сүйе білу жайлы ойламайтын өкінішті. Оның себебі біздің махаббатпен қалай алғаш танысқанымызбен тікелей байланысты деп ойлаймын. Махаббатпен ең алғаш өзге біреу арқылы емес, өз ата-анамыз арқылы танысамыз. Туа салысымен ата-анамыздың ең сүйіктісіне айналамыз. Көп жылдар бойы еш себепсіз өзімізді жақсы көретін сол адамдардың махаббатына бөленіп, бір күні кенеттен өзге біреудің махаббатын керек етеміз. Есейіп, өзге біреумен бір отбасы құру керек екенін түсінгенде, ең бірінші қалайтынымыз болашақ жарымыздың сүйіктісі болу. Бізді себепсіз сүйетін ата-анамыз сияқты, мені себепсіз сүйсе екен деген қалау ең бірінші ойымызда тұрады. Сіздердің көңіл күйлеріңізді түсіргім келмесе де, бір шындықты айтайын. Бізді тек еш себепсіз жақсы көретін ол ата-анамыз ғана. Ал егер өзге біреудің өзімізді сүйгенін қаласақ, ол адамды сүюді, түсінуді өзіміз алдымен үйренуіміз керек. Баянды махаббатқа солай қол жеткізерміз сірә. Соңына дейін бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Тағы басқа қазақша контент көргіңіз келсе, арнаға жазылып, лайк басып, мені қолдауды ұмытпаңыз.